Йоу, бәріңе сәлем. Бұл бір сәт рубрикасының 3-ші сериясы. Және бүгінгі серия хакерлер туралы. Алдыңғы 2 серияны қарауды ұмытпа. Және міне оң жақ төбеде плейлист. Осы серияны қарамай тұрып алдыңғы серияларды қарап кет. Және менің 3-ші каналымда өте қорқынышты видео шықты. Сондықтан ол видеоны қараңыздар. Так, алдыңғы серияда мен сіздерге документ туралы айттым, және бүгін мен картинка туралы айтам. Хигиньо Ачоа дейтін хакер әртүрлі американский ресурстарды взломать етіп, оларды интернетке салуды жақсы көреді. Және бір күні ол сол ресурстарды взломать етіп алып, сетке салайын деп жатқанда, онымен бірге жаңағы хакердің қызының фотосы кетіп қалған. Кәдімгі өзінің қызы. Былай қарасаң, ондай қатты апасының емес, себебі бұның өзінің суреті емес. Бұл өте үлкен қателік болды. Себебі картинка фотоның түсірілген жерінің координатасын сақтап қалған. Және осылай полиция оны таппаған, бірақ жаңағы адамның қызын тапқан. Және ол адам енді әрқашан қорқып жүретін болады. Әрқашан тығылып сөйтіп дұрыс өмір сүре алмайды енді ол. Менің оңай ақша деп аталатын рубрикамда уже 2-ші сезон шықты, және сол рубрикада біз адамдарды алдаймыз. Көп уақытта емес енді, әйтеуір алдайтын сериялар бар. Және ол серияларда обязательно VPN қосуды ұмытпаңыз. Осымен бір сәт рубрикасының 3-ші сериясы аяқталды, және лайк басуды ұмытпаңыздар, комментарий жазыңыздар, мен барлығына жауап беремін. Или жауап бермесем де хотя бы жүрек қойып кетемін, сондықтан сіздер назарсыз қалмайсыздар. Ал сенімен болғанмен, давай, ертеңгі видеоны күт.